Hello friends, how are you? Let's start our lesson. Today we have Unit 3 from People's Book, page 36, exercise 4. Times of my day, яғни бір күндік уақыттарды айтып жатыр, бір күнде не істейтінімізді өтеміз. 8 o'clock, сағат 8, breakfast, таңғы асты айтамыз, breakfast, lunch, түскі ас, сағат 12 кездердегі асты lunch деп айтамыз. Dinner, түскі ас, get up, ұйқыдан тұру, have a shower, душ қабылдау, brush my teeth, тісімді тазалау, жуу, do my homework, үй жұмысымды орындау деген сөз. Next, exercise 5. There are 5 sentences, 5 сөйлем бар, яғни суретке қарап отырып, мына жерді толықтырып жазуымыз керек. The first, яғни жақшаның ішіндегі сөздердің орындары, әріптердің орын ауысып кеткен сөз құрастыруымыз қажет. I get up at 7 o'clock. Мен таңғы 7-те тұрамын дейді. It is picture number B. Сағат 7-те тұрамын деп тұр. Next, I have. Мұның ішінен қандай сөз шығуы мүмкін? I have breakfast at 8 o'clock. Таңғы асымды ішемін сағат 8-де дейді. Демек ол бізде picture D. Next, I have at 1 o'clock. I have lunch. Бірде мен түскі асымды ішемін деп тұр. Бұл бізде picture A. Next, I do my homework деген сөз шығады. At 5 o'clock. Сағат 5-те үй жұмысымды орындаймын. Бұл И суреті. I have dinner at 6 o'clock. Яғни dinner, кешкі ас сағат 6-да ішемін. It is number C, picture C. Next page. Келесі бетте ереже берілген. Бізде present simple жай осы шақ деп айтамыз ағылшын тілінде. Күнделікті қайталанып отыратын іс-әрекет айтамыз, For example, I go to school every day деген сияқты. Енді get, gets, she және he, it жансыздарға, жануарларға қолданамыз. Осылардан кейін етістікке s жалғауы жалғанады. Get, gets, go, goes, watch, watches, es жалғанады. Fly, y әрпі түсіп қалады, flies болады. Fish, балық аулайды, fishes. Енді, мысалы, he gets up at 7 in the morning. Ол таңғы сағат 7-те тұрады таңертең. Демек, get up дегеніміз неге s жалғау жалғанды? Себебі алдында he, ол деп ұл балаға айтып тұр. Қыз балаға, ұл балаға айтсақ, етістікке s жалғаймыз. Енді сұраулы сөйлемінде does көмекші етістік алдына тұрады. Яғни бұл present simple'да жалпы сұраулы мен болымсыз сөйлемі does арқылы жасалады және do арқылы жасалады. Енді бізде мына жерде he, ол деп балаға айтып тұрғандықтан does'ды алдына қойылады. Does he get up at 8? Ол сағат 8-де тұрады ма? No, he doesn't. Жоқ, тұрмайды сағат 8-де деп тұр. Енді exercise 6, talk with your friend дейді. Досымен сұрақ қойып сөйлесу керек. For example, in the morning, I have breakfast at 7 o'clock. Таңғы асымды 7-де ішемін. In the afternoon, I do my homework in the afternoon десе болады. Осы сияқты сөйлемдер құрау керек. I watch TV in the evening. I drink milk at night деп досымен осылай сөйлемдер құрып жасау керек. Exercise 7. Жақшаны ашып, дұрыстап қоюымыз қажет. Complete. For example, I get up at 7 o'clock every day. Мен күнде сағат 7-те тұрамын дейді. Ол бізде ешқандай өзгеріс болмай, өзі қалады.
Next, Нұржан brush his teeth in the morning. Нұржан деген бізде бала болғандықтан, ол ш мен аяқталып тұрғандықтан оған біз es жалғаймыз, иә. Brushes болады сонда, шұншақ болғандықтан. Next, сұраулы сөйлем бізде, жаңа мен айтып өттім. Сұраулы сөйлемнің алдына біз does қойып шығамыз. Does she play the guitar? Ол гитарада ойнайды ма? My sister do her homework in the afternoon. My sister ол шұншақта болып тұр, иә, менің әпкем деген немесе сіңлім. Олай болғандықтан біз do-ға өзгеріс жасаймыз. Do бізге es жалғанады, does деп айтылып кетеді. Келесі, аяулым not watch. Аяулым түнде телевизор қарамайды дейді. Яғни болымсыз болғандықтан біз оған doesn't деп жазамыз. Аяулым doesn't watch TV at night. Себебі ол жекеше түрде болып тұр. Сұраулы сөйлем. You walk to school. You дегенге біз do қоямыз. Do. Do'ды біз I, you, they, we. Яғни біз, сендер, олар деген көпше түрге қоямыз. Сонда do you walk to school болады.